Аңыз әңгіме. Аңыз әңгіме тарихта болған белгілі бір адамдардың халық үшін еткен еңбегі, жасаған игілікті іс-әрекеттері жайлы туған шығарма. Аңыз әңгіменің өзіне тән ерекшелігі тарихи шындық пен қиялдың аралас жүретіндігі. Аңыз әңгіме кейіпкерлері Асан Қайғы, Жиренше Шешен, Алдаркөсе, Қожанасыр, Қорқыт Ата тағы басқа. Асан Қайғы әз Жәнібек хан тұсында өмір сүрген. Асан елінің қамқоршысы, сол үшін желмаямен жер кезіп, жер дейтін елге жайлы жерді іздейді. Маңғыстауға үш барып үш қайтқан ол, түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер болмас депті. Қожанасыр күлдіргі әңгіме кейіпкері. Молла Насреддин, Қожа Насреддин әпенді есімімен кең тараған. Алдаркөсе өзінің ақылды айлакерлігімен мұратына жетіп отырған. Оның мақсаты сараң байды, пайдакүнем саудагерді озбыр қанды тағы сол сияқты әжуа ету. Жиренше Шешен Жәнібек хан тұсында өмір сүрген атақты шешен. Ол көрікті де ақылды Қарашашқа үйленеді. Жиренше Шешен туралы аңыз әңгімелерді үш топқа бөліп қарастырған. Жәнібек ханның ақылшысы уәзірі ретінде қазақ хандығының құрылуына белсене атсалысуы, ханның кемшіліктерін бетіне айтуы, өзінің ақылы мен әділдігімен халықты мойындата білуі, Қарашаш жайлы әңгімелері және әзіл қалжың сөздері.